Би тілсіз өнер, оны игеру қиынның қиыны. Сөзбен емес деннің қимылы арқылы бейнелейтін ерекше өнерді тамашалап көрейік. Біздің үйірмелерде 12-15 баладан ең басында бізде классикалық бидің негізі өтеді, сосын біз қазақ биін үйренуге бастаймыз. Біздің ансамбльдегі қыздар 2 жылдай жұмыс жасап жатыр. Өткен жылы біз Алматы қаласындағы республикалық конкурсқа қатыстық, және осы қаламыздың ішіндегі әртүрлі конкурстар мен фестивальдерге қатысамыз, және осы жуырда өткен Астанадағы конкурста жүлделі 1-ші орын иелендік. Біздің оқушылар современный билерді үйренеді, және ұлттық билерді, қазақ билерін, ұйғыр билерін үйренеді. Мен 12 жасымнан келіп жүрмін. Ол маған өте қызықты болып жүр, сондықтан мен ерте жасымнан барып, қазір қайттан бастадым. Би сізге несімен ұнайды? Ол өте қызықты, және мен өз ойымды айта алмасам, бимен өз ойымды айтамын. Би үйірмедегі ең қызықты сәттеріңіз қандай? Қызықты сәттерімді айтсам, мысалы, жаңағы 23-ші жылы біз Алматы қаласында барған кезде бізге ол қала үлкен болғандықтан өте қызықты болды. Сондықтан біз қуанып, 2-ші орыннан қуанып келдік. Сол өте ғажап болды.